Сәлем достар, сіздермен Әйгерім Софи. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі нәзік болып пісетін кілегейлі тауық етін пісіреміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өйткені бұл өте тез пісетін әрі дәмді болып шығатын тағамдардың бірі. Ол үшін біз осылай картопты турап аламыз. Достар, осы видеома лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен күнде әртүрлі рецептермен бөлісетін боламын. Осы туралған картопымызды пісіріп аламыз. Бұл бізге пюре жасау үшін қажет болады. Тауықтың төсетін осылай жұқалап турап аламыз. Мен 3-ге бөлемін. Өстіп жұқалап, барлығын кесіп аламыз. Жапырақ сияқты жалпақ-жалпақтау болу керек осындай. Достар, осы жерде айта кеткім келеді, ертең сіздермен ресторандағыдай дәмді болып шығатын лагманның рецептімен бөлісетін боламын. Сол үшін менің видеоролигімді күтіңіздер, міндетті түрде арнама тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Осылай туралған тауықтың төсетін ыдысқа салып, қара бұрыш себеміз. Қара бұрыш себеміз және паприка. Сұйық май. Тұз. Тұзды дәміне қарай өздеріңіздер себесіздер. Және жақсылап араластырамыз. Маринадқа 10-15 минутқа қойып қоямыз. Осы маринадталған тауық етін қуырып алу үшін онымен жұмыртқамызды дайындап аламыз. Ал енді жұмыртқамызды дайындап аламыз. Дәміне қарай тұз себесіздер. Жақсылап араластырамыз. Маринадталған тауық еттерін осы жұмыртқаға малып, содан кейін құрғақ ұнға малып аласыздар. Өстіп дайындап аламыз. Мен ұнға ұнатып жатырмын. Сіздер панировочный сухари қолдансаңыздар да болады. Еттерімізді өстіп аунатып аламыз. Мінекей етіміз дайын. Табаға май құйып қыздырып аламыз. Ұнға аунатылған еттерді осылай бір-бірден салып пісіріп аламыз. Етіміз әбден қызарғаннан кейін аударып екінші жағында дәл солай пісіреміз. Достар, видео сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп лайк басыңыздар. Маған арнамның дамуына өте көп үлес қосар едіңіздер. Осылай екінші порциясын тағы да пісіріп аламын, екі жағынан аунатып. Етіміз дайын болды. Енді пиязды өте майда етіп тураймыз. Жаңағы етті қуырған майымызға осы пиязды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Пиязымыз дайын болғаннан кейін үстіне сливки құямыз. Сливкенің де 20%, міндетті түрде 20% сливки болу керек. Және осы сливкеға дайын болған етімізді салып шығамыз. Үстінен қалған сливкені құйып, 5-10 минутқа өте баяу отта пісіресіздер. Кілегейлі тауық етіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Прям нәзік, таңдайға жабысып тұрады дәмі бар ғой. Бір тілде бір нәзік, бір дәмі қалып қалады. Сондай ощущение береді. Күнделікті рецепт шығаратын боламын, сондықтан видеомды жіберіп алмаңыздар.